бүгінгі өтіп жатқан мына іс-шарамыз ауған соғысына қатысқан ардагерлерімізге арналады. Биыл 2019 жылы ауған жерінен кеңес әскерлерінің шығарылғанына 30 жыл толып отыр. Сондықтан осы іс-шараларымызды біз барлық әскери, спорттық, тағы да басқа интеллектуалдық сайыстарымыздың бәрін осы мерейтойға арнаймыз. Және де біз Назарбаев зияткерлік мектебімен тығыз қарым-қатынаста байланысуға тырысамыз. Біздің ұландар ол мектепке барып, әртүрлі сабақтарға қатысып, әртүрлі жаңалықтарға қанығып жатса, ол мектептің балалары бізге келіп, осындай әскери қолданбалы спорт түрлерінен сайысқа түсіп, балалармен бір-бірімен араласып, бір-бірімен танысып, болашақта біздің еліміздің нағыз патриоттары болып шығуға осылай дайындалады деп ойлаймын. Бүгін кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен босауына 30 жыл толғанына байланысты Жасұлан лицейі мен Назарбаев зияткерлік мектебінің жатақхана оқушылары арасында достық кездесу өтті. Бұл шарада әртүрлі ойындар бойынша сайыстар өткізілді. Мысалы, шахматы, дойбы, пневматикалық ату және тоғызқұмалақ. Бұл кездесуде бізді өте жақсы қарсы алды. Лицей бойынша экскурсия өткізді. Мұнда даңқ әскери патриоттық мұражайында болдық.